Как известно, президентами не рождаются, президентами становятся. И здесь одних личных качеств человеку мало. Надо быть высокоответственным человеком. Президент – это политик особого рода. Политик, от решения которого зависит жизнь миллионов людей. Вот эту ответственность надо понимать. И чувствовать пульс времени, пульс своего народа. Ықылым заманалардан бабаларымыз оттың қасиетін бір тұтқан. Құбылған жалын тілі сұлулықтың да сипатын ашып, зұлымдықтың да көзі болған. Дауылға ерсе, нағыз апаттың да өзін айналған. Тосыннан туатын табиғи алапатты өзегінде өшіру көне дәуір адамдарының табиғатты бағындыруының басы. Сол ортада өзін ұстауға бейімделуінің алғашқы сабағы болғаны анық. Осынау отатты тіршілік қуатының бастапқы алауынан ғаламдағы үндестік атаулының әлемдік өркениет пен адам рухының шыңдарына жол тартқаны да талассыз. Біз бүгінгі ғалам тарихындағы саяси өмірдің жанар қабылы өзегінде өмір өріп, құрыштай шыңдалған жан жайында сөз етпекшіміз. Бір қызығы, бұл тұлға жер құрылығындағы мүлдем жаңа мемлекет, Қазақстанның ғана тұңғыш президенті болып қана қоймай, өз елін бұрқанған саяси дауылдар мен 20 ғасырдың қасіретті апаттарынан аман есен, жалпы адамзаттық өркениеттің өріне алып шыққан жан. Дүниежүзілік екі соғысты, тұтас халықтар мен мемлекеттердің кетуін, аз ғана топтың мүддесін қалың көптің мұраттарынан жоғары қоюға тырысқан, адамшылыққа жат идеялар мен оған қарсы жасампаздықтың да күресін, тәуелсіздікке дейінгі әлемнің саяси картасының бар болғаны, 20 жылдың шеңберінде шұғыл өзгергенін, әр тұстардағы лап еткен әскери шиеленістердің шектен шыққан ауа жайылуын бастан кешіп үлгерген 20 ғасырдың бүткіл тарихына шола көз жүгіртер болсаңыз, Қазақстан егемендігі еріксіз құрмет сезімін туғызады. Бұл жерде қоғамдағы түпкілікті жаңғырулар табиғатынан нәзік саясатты ғана емес, ұлттың рухани және адамшылық тазалығының қайнарларын да байқаймыз. Бір сөзбен айтар болсақ, қоғамның алға басқан әр қадамы Қазақстанның бақытты белестеріне айналды. Әлқиса, ой таразылап көрелікші. Жанған оттың басында еркін ойға бату рахатын кім бастан кешірмеген? Жұлдыз жауған түндердің жымыңдаған нұрлы аспан астында шалқыған алау балғын арманыңа қанат береді. Адамзаттың асқақ аңсарларының бастау қайнары да бәлки лапылдаған сол күштен тін тартқан шығар. Қалай айтсаңыз да, өзіндегі жасампаздықтың жалынын жанған оттың қуатынан алған көш басшысының сөнбес әлеуеті осында. Жалпы
саясатта тосын жайлар жетіп артылады. Бірақ халықтың жетекшілігінде өз елі мен барша адамзаттың адами және рухани құндылықтарын өмір жолына өре білген көшбасшысы тұрар болса, онда мұндай елбасы халқын саяси қатерлерге әстеде ұрындырмайды. Я казах, который вырос, родился в простой глухой деревне. Я прошел путь рабочего сталевара. Я все инстанции государственной власти управления прошел. Я объехал весь Казахстан. Все области, районы, весь аулы я знаю. Меня везде люди знают за эти годы. Ну как я могу не чувствовать, что хотят, что хочет этот народ? Шамалған ауылындағы өзінің туған үйінің отбасында, анасының қасында отырып, бала Нұрсұлтанның нендей ойға батқанын болжауға болар бәлки. Ол да сұрапыл соғыстың алдында туғандықтан, сәби шақтарының алғашқы жылдарында алыста жатқан майдан жаңғырықтарын жанымен сезеді. Бүгінде біздер соғыс өрті балалық өмірлерін қара суықтай шалған бүтіндей бір толқынның ортамызда ғұмыр кешіп жатқандығы жайында көбіне ойлана бермейміз. Қатарында Нұрсұлтан Әбішұлы да бар. Сол ұрпақтың соғыс жылдарының қайғы мен қасіретін ерте сезінген өкілдері бүгінде туған жері мен өскен отанының бақытын алдымен ойлауға дағдыланған. Бала Нұрсұлтанның да жас өспірім шағынан бастау алған бейбіт өмірі мен отбасының амандығы жайындағы арманы өсе келе атамекен, отанның асыл мұраттарын көксеген ұлы аңсарлары ретінде қаланады. Мүмкін сол сәттерден бастап, бала Нұрсұлтанның көңілінде қиянат атаулыға деген қарсылық күші қуат жинаған болар. Әлбетте, туған шаңырағындағы адамгершілік жайындағы тірліктің мәні мен мағынасы татулықта екені хақындағы дана сөздер оның санасына сіңіп, халықтық тәлімнің тағылымдары болашақ тұлғаның қалыптасуына іргетас болды. Түптеп тереңдемей-ақ, ол жеңістің 65 жылдығында елбасының соғыс ардагерлеріне жасалар қамқорлықты ең басты парыз есебінде алға тартуынан да оның бойындағы осы бір кісіліктің алмас қырларын байқайсыз. Жеңістің от шашуы мен салтанат шеруі қаншама асқақ көрінгенімен, оған жетер жолдар ауыр да бұралаң болғанын ұмыталар кім бар. Сұм соғыстан қираған ел, жетім жесір қалған отбасылары, майданнан жарым-жан болып оралған сарбаздар мен аштық пен жүдеу тірліктен арыған тыл адамдары, сұрапылдан соңғы жылдардың балалары бұл суреттерді күнде көріп жүрді.
Дегенмен, сол жылдардың құшағында жасампаздық қуат алып келе жатты. Жеңімпаздар бастап, халық қостап бейбіт өмірді қалпына келтірудің күресі қанат жайды. Енді халықтың болашағы жолындағы жаңа өмірдің майданы екпін алды. Бұл кезеңде кейіпкеріміздің болашақ көшбасшысы ретіндегі күрескерлік қасиеттерге ие бола бастаған шақтар еді. Ол өз тағдырының туған халқының талайымен өзектес екендігін, одан ажырамас бірлікте жаратылғанын ұға бастаған. Әсілі, нағыз азаматтың жетілуі тап осындай бүкіл халықтық серпіліс кездерінде құрыштай шыныға ма деп ойлайсың. Люди от рождения Богом являются равными, несмотря на национальность, кожу и так далее, да, имеют равными правами. Домна пешінің аузындағы болат балқушының от сапырған толағай жұмысынан егемен Қазақстанның болашағы. Әлеуметтік әділдік пен тәуелсіздік және абыройын бекіте түсу мұратындағы жалынды күрескердің шыңдалу жолдары ұшқын алып, келе-келе жанартау қуаттарға ие болды. Вот мне кажется, тем ребятам, которые приехали со мной на Магнитку, и моему поколению, которое находится у нас есть, очень здорово повезло. Болат қорытатын пештің құрыш қайнатушысы, өзінің қайсар да, алмас қылыштай асыл мінездерін, болашақ арманының биік шыңдарына өрлеудің баспалдағы ретінде сол жылдардан бастап шыңдай берді. Арманның асқақ шыңдарын көксеуде домбырадан артық қолқанат бар ма? Оның қоңыр үнінен дала тербеліп, таулар толғанады. Қара домбыраның қош шегінде ұлттың азаттық күресіне толы жады да, жаңғырар шежіресте жатыр. Осындай толғанысты сәттерде кейіпкеріміздің ойына Кеншілер қаласы Қарағанды да, сол кездегі социалистік Қазақстан шеңберінде қайдағы бір автономия құру жайындағы қитұрқы жоспарға қарсылық ретінде болған жұмысшылар ереуілі де оралатын болар. Бәлки, сол жылдары жас жігіт туған халқымен бірге сол бір әнді де тұңғыш шырқаған болар. Бұл ән сол жылдардың өзінде туған жердің бөлінбес тұтастығы мен асқақ болмысының жыршысы сынды болған. Сондығынан, президент Нұрсұлтан Назарбаев әннің егемен елдің ән ұранына айналуын қалады. Бұдан да, оның туған халқының ғасырлар бойғы еркіндік көксеген арманымен астасқан асыл мұраттарын аңғару қиын емес. Поэтому я делал то, что считал необходимым для казаха, для казахстанца и для моей страны. Өтпелі кезеңнің жанартаулы жылдарында, әлемдік саясаттың аласапыран жағдайында, империяның күйреп, тарих көшінің қайда барып ат басын тірері беймәлім уағында,
жазмыштың қалауымен өз ұлтыңның көшбасшылығын қолыңа алған кездің қиындығы қандай десеңізші. Ол тап сол мерзімнің тұғырында келешектің күрес стратегиясына таңдау жасады. Всегда власть критикует, всегда об этом говорят, но власть нужна тем же простым людям, как еда, как питье, как одежда. Представьте себе вдруг, когда нет власти. Это Ош, Киргизия. То есть право сильного отбирать у слабого. Право сильного насиловать и уничтожать слабого. Понимаете? То есть власть нужна не только власти, власть нужна народу. Табиғатта бір тамырдан екі шынардың өсіп шығуы кездескенімен, олар түптегінде дара бәйтеректер. Ал халықтың тағдыры мен жеке адамның талайының тарихтың тай қазанында біте қайнасып, ажырамастай өріліп кетуі сирек. Жаратушының қалауымен болатын ондай құбылыстан ұлт өз тәуелсіздігін алса, сол аңсар мұраттың орындалуымен қанаттаса көш басында табады. Жалынан өрілген жігер тұлғаның ұлт үшін күресіне үнемі таусылмас от береді. Тарихтың тулаған толқынында халқын адастырмай, ақ жолмен адастырмас мақсаттарға бастаған көш басшысы әлемнің көз төгіп, таңдай қаққан көреген ұлы тұлғасына айналды. Оның даналығымен егеменді Қазақстан өмірге нық басты, гүлденді, өркен жайды. Никакие лекалы Запада нам не подходят. Да, свобода, демократия – столбовая дорога каждого человека. Но демократия, свобода ваша заканчивается на том месте, где вы наступаете на мою свободу, и наоборот. Міне, мезгіл табалдырғынан буырқанған 90-шы жылдар аттады. КСР құлап, егемендіктер шеруі басталды. Сол кезде әлі социалистік республика, Қазақстан Кеңестік Республикасы президенттігіне республика жоғарғы кеңесі шешімімен сайланған Нұрсұлтан Назарбаев заманның қай қисынына жүгінді екен. Дегенмен, өз халқының келешегі үшін Нұрсұлтан Әбішұлына тағдырлы бір шешімге келу қажет еді. Оқиғалар тасқыны болса, тосыннан басталып, болжап білместей арнада жүріп жатты. Бір 1990 жыл 24 желтоқсан КСР халық депутаттарының 4-ші съезі КСР-ны сақтап қалу идеясын алға ұстап, оны тең құқықты егеменді мемлекеттер одағы дәрежесінде құру жайында референдум өткізу мәселесін қарады. Сонымен, тарихтың көшін мүлдем басқа бағытқа бұрған, сол тағдырлы кезеңнің тізгінін ұстаған Нұрсұлтан Назарбаевтың күрескерлік тұлғасы қалай қалыптасып еді? Келіңіздер, бірге бағалап көрелік. Елбасымыздың бастамашылығымен Қазақ ССР жоғарғы кеңесі референдумындағы басты мәселені былайша саралады. Сіз КСР-ны тең құқықты егеменді мемлекеттер одағы ретінде сақтап қалу қажет деп санайсыз ба? Мұндай пайымдағы референдум тек Қазақстанда ғана өтіп, халқымыздың басым бөлігі елінің бұдан арғы ұстанымының барша стратегиясын анықтап алды. Мұның артында өзінің халқы мен бүкіл жұртының тағдыры жолындағы толағай жауапкершілікті мойнына алған сарабдал саясаткер тұрды.
Сначала было непонимание полностью, да, а потом какое-то негодование, а потом удивление, которое смешивалось с завистью. Осы тұста одақтық міндеттерге адалдық жайында сөз етер болсақ, Назарбаевтың арнайы шақыру алғанымен Беловеж ымырасына қатыспағанын тілге тиек етуде ләзім. Бұл деректің өзінен ақ президентіміздің саясаттың табан астында тарқата салар түйін емесін, кеңестік қауымда әлі өмір сүріп жатқан адамдарды бірден ажырата салуға болмайтынын барынша түсінгенін көреміз. Әліптің артын баға білген елбасымыз этникалық осы дағдарыстың оң шешімін тауып, келешектің есігін айқара аша алды. Былайша айтар болсақ, ол қоғамға өз таңдауын жасауына мұрсат беріп, Қазақстан халқының басым бөлігінің артқан сенімі мен тілектеріне көлеңке түсірген жоқ. Әркімнің өз таңдауын жасауына мүмкіндік берген тарихи ақиқаттың шындығы осы. В любом обществе главный центр – это человек. Если человек имеет работу, заработную плату, крышу над головой, хорошо еще за рулем сидит, да? И при этом он свободен говорить, писать, избирать, ехать куда хочет в мире, приходить куда хочет в мире. Это, я считаю, свободы, которого никогда в истории моего народа не было. Егемен Қазақстанның бұдан арғы тарихи жолы көпке мәлім. Өз атазаңын қабылдап, мемлекеттігінің, саяси және экономикалық құрылымының өзіне ғана тән үлгісін таңдаған еліміз жаңа астанасын салуды да қолына алды. Дегенмен, ең бастысы осы күндері дамудың қазақстандық жолы ретінде әлем таныған жалпы адамзаттық құндылықтарға, демократияға, бабаларымыздың тәуелсіздікке шейінгі ғасырлар бойғы ұзақ жолдағы асқақ рухына сай қоғамның жасампаздықпен орнап, бүгінде бақытқа бастап отырған өркендеудің өмірге келуі деп түйгеніміз дұрыс. Все время спрашивают, почему программа развития до 2030 года. С 90-го года, 30-й год – это 40 лет. Моисеевские 40 лет, когда он водил свой народ по пескам 40 лет. И в 2030 году, я думаю, будет абсолютно новое поколение, новые люди Казахстана, которые будут жить в зажиточной стране. Вот в чем мечта. Ақиқатында халықты басқару үшін ерекше дарын қажет. Біздің президентіміздің бойында осы қасиеттер мол. Ол асыл қырлары жасампазда, рухы биік туған ұлтының, қасиетті халқының бірлігі мен ынтымағынан қуат алып, әлемдік деңгейлердегі қайырлы қадамдарға жетелеуде. Елін сүйген елбасының ғаламдық тұлға екеніне бұдан артық дәлелдің керегі де жоқ.